Кез келген адам акула сөзін естігенде аяусыз теңіз құбыжығының бейнесін, азулы тісті аузымен және аштық сезімін басуға деген құмарлықты ғана ойлайтын зұлымшыны көздеріне елестетеді. Бұл бекерден емес. Өйткені Нью-Джерси штатында болған оқиға біздің осы қорқыныш символы туралы түсінігімізді толығымен айқын көрсетеді. Небәрі 12 күнде олар 4 адамды талап үлгерген. Адамдардың біреуі ғана қаша алды. Әдетте акулалар солтүстікке қарай жүзбейді, бірақ Флорида сияқты жылы штаттарды айналып жүреді. Ал егер олар жүзіп кетсе, баяу әрекет етеді. Сондықтан шабуылдар өте сирек кездеседі және әдетте тек жеңіл жарақаттарға келеді. Алайда 1916 жылы шілдеде акулалар есінен ауысып адам етін аңсағандай болды. Нью-Джерси штаты үшін бұл әлі күнге дейін акуланың барлық уақыттағы ең қанды оқиғасы болып табылады. Тіпті олардың қандай түрге жататынын ешкім білмейді. Бұл қандай акулалар? Психикалық ауруға ұшыраған акулалар ма? Немесе жалпы оларға өте ұқсас тіршілік иелері болды ма? Белгісіз. Сол жазда Нью-Джерсидегі Бич-Хейвен жағажайында жұмыс күйзелісінен, алдағы эпидемия дүрбелеңінен және дүниежүзілік соғыс шайқастары туралы қорқынышты жаңалықтардан демалуға келген адамдар көп болды. 1 шілдеде жас студент Чарльз Вансент жағаға жақын жерде рахаттана жүзіп жүреді. Кенеттен қатты айқайлай бастайды. Алдымен оның достары ол итін өзіне шақырды деп ойлаған, бірақ көп ұзамай оның қорқыныштан айқайлағаны белгісіз болады. Құтқарушы Вансентке қарай жүгіріп бара жатқанда, ол судың қаннан қызыл екенін, ал жігіттің аяқтарының үлкен акуланың қасында жүзіп жүргенін көреді. Құтқарушы жігітті судан шығарып үлгереді, бірақ жағада жігіттің жаралары бастапқыда көрінгеннен әлдеқайда ауыр екені анықталады. Барлық ет бір аяғынан толығымен алынып тасталады. Көп ұзамай Вансент қан жоғалтудан қайтыс болады. Осы қайғылы жағдайға байланысты жағажай жабылмады. Бұл оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында да көп резонанс тудыра қоймады. 2 күннен кейін бір қайықшы жағажай аймағында өте үлкен акуланы көргені туралы хабарлайды, бірақ жағажай бұдан кейін де жабылмақ емес. Вансентке жасалған шабуылдан 5 күн өткен соң жақын маңдағы Спрингвейк қаласындағы жағажайда трагедия қайтадан қайталанады. 27 жастағы швейцариялық Чарльз Брудер жағадан шамамен 100 метр қашықтықта жүзіп жүргенде оған бірдеңе шабуыл жасап, іші мен аяғын бірнеше рет қатты тістеп алады. Бұл тістеулерден Брудердің аяқтары толығымен желініп, айналасындағы су қаннан қызыл түске боялған. Барлығы дәл Вансенттің оқиғасындай. Брудердің денесі кездейсоқ табылады. Ол кезде ол әлі де тірі еді. Құтқарушы ер адамды жағаға шығарып үлгереді, бірақ ол да көп ұзамай қан жоғалтудан қайтыс болады. Куәгерлердің айтуынша, Брудердің кесілген денесін көрген әйелдер есінен танып қалған. Осыдан кейін ғана билік көтеріліп, жағажайдың жүзу аймақтарының айналасына торлы қоршау қоюға шақырады. Дүрбелең өте тез өсті. Жергілікті тарихшылар бұл жерде акулалардың екі ұқсас қайғылы шабуылы бір-біріне жақын жерлерде және бірнеше күн аралықта болуы бұрын ешқашан болған емес деп одан сайын шулатады. Оған дейінгі күндері тіпті ғалымдар акулалар судағы адамға үлкен қауіп төндірмейді деп сенген. Бұл жыртқыштар жүзгіштерді тістеп, тіпті тәжірибелі теңізшілердің әңгімелеріне сенетін болсақ, адамдарды өлтіретін жағдайлар болған. Бірақ бұл акулалардың мінез-құлқында нормадан тыс кейбір түсініспеушіліктер болды. Әрбір тұрғын планетаның бүкіл флорасы мен фаунасы ақш шекарасында орналасқан белгілі бір осьтің айналасында айналатынына сенімді болды. Акула балықшыны қармақтан немесе торлардан алып жатқанда тісте алады деп сенген бұл жерде. Акулалардың асқазанынан адам қалдықтарын табу фактілері олардың суға батқан адамдардың мәйіттерін жейтініне дәлел болды. Бірақ суда тірі адамға шабуыл жасау мүмкін емес, әсіресе Нью-Джерсиде. Балықшылар осы суларда көрінген барлық акулаларды нысанға ала бастады және тіпті бірнешеуін ұстай да алды. Осыдан кейін біреулер енді шабуыл болмауы керек деп те мәлімдеді. Алайда адам жейтін акулалар немесе бір акула солтүстікке қарай жылжып, Нью-Джерсидегі өзен Матабан Крикке жүзіп кетті. Бұл жерлерде акулалар ешқашан көрінбеген және Нью-Джерсидегі акулалардың шабуылы, Үндістандағы жолбарыстардың адамдарға деген шабуылы газеттерде шежіре ретінде оқылатын. Өзен Атлант мұхитымен шығанақ арқылы байланысқанымен одан өте алыс болды. Бірақ 12 маусымда бірден 3 акула шабуылы болады. Және бұл акулалар тобы ма, немесе жалғыз акула ма, ол толық анық емес. Бірақ әрине, бұл ерекше және өте қанішер тіршілік иелері. Олар адамдарды әдейі аулап белгілі бір жолмен жүргенде әсер қалдырды. Сағат 2-лер шамасында жергілікті балалар Уайк маринасының жағасында жүзіп, суда қара үшбұрышты қанатты көреді. Олар бұл акула деп ойлап жағаға қарай жүзіп кетеді. Бірақ біреуінің жолы болмады. 11 жасар Лестер Стилвелл жағаға жетіп қалғанда акула аяғынан ұстап тереңдікке қарай алып кетеді.
Үрейленген балалар қалаға жүгірді. Олардың жолынан 24 жастағы Уотсон Стэнли Фишер кездеседі. Басқа еріктілермен бірге ол Лестерді іздеу үшін суға кіруден қорықпайды. Бірақ олар баланың денесін тауып, оны жағаға сүйреп апарған кезде Фишердің өзіне акула лақтырылып, хирургиялық пышақ сияқты қолынан етін кесіп тастайды. Қорқыныштан ер адамдар Лестердің денесін тастап Фишермен айналысады. Бірақ оны ауруханаға әрең жеткізіп, ол қансырап қайтыс болады. Сағат 5:30-ның кезі еді. 14 шілдеде акулалар тістерінен жараланған Лестердің денесі Уайк маринасының жанынан табылады. Акулаларға оны жегеннен гөрі өлтіру маңызды болған сияқты. Өйткені олар табылған баланың денесіне тиіспеген десек те болады. Фишерге шабуылдан жарты сағат өткен соң, акула Уайк айлағынан 1 шақырым жерде жүзіп жүрген 14 жасар Джозеф Данға шабуылдайды. Акула оның сол аяғына жабысады, бірақ ағасы мен досы баланы жағаға шығарып үлгереді. Ал Джозеф азулы акуладан зардап шеккендердің ішінен жалғыз тірі қалған адам болды. Бұлардың акулалар екенін, немесе олардың ерекше болған 12 шілдедегі шабуылдардан жақсы байқауға болады. Алдымен олар баланы денесін мүлдем жемей өлтіреді. Содан кейін сол топтағы қалған еркектерге жоламастан бір адамға ғана шабуыл жасайды. Алаңда басқа ештеңе жоқ екенін түсінгеннен кейін олар тез солтүстікке қарай жүзеді. Онда жарты сағат 800 метрден кейін тағы бір балаға шабуыл жасайды. Бұл аштықтан емес, ойын-сауық үшін жасалған шабуылдар сияқты. Осы оқиғалардың барлығы жергілікті баспасөзде қозғалған кезде сөзбен айту мүмкін емес дүрбелең басталады. Адамдар бұл шабуылдардың бәрі қандай да бір аномалия екенін түсінгендей болды. Бұл қазіргі Нью-Йоркке қасқырлар тобы кіріп, ойын-сауық үшін көшедегілерге жүгіріп, тек белгілі бір адамдарды тістегеніндей. Шығыс жағалаудағы балықшылар көздеріне түскен барлық акулаларды жоя бастады, және қысқа уақыт ішінде 100-ге жуық акулалар өлтіріледі. Алайда олардың ешқайсысы Матаван өзенінде немесе оның айналасында ұсталған жоқ. Дегенмен акулалардың шабуылы сиқыр сияқты тоқталады, және бұл жерде одан кейін ондай оқиға ешқашан болған емес. Бұл қандай теңіз тіршілігі болды? Әрине, ғалымдар Нью-Джерси жағалауындағы адамдарға қатыгез шабуылдармен адамзатқа қандай акула түрі кек тұтқанын анықтағысы келді. Бичхайвендағы алғашқы акула шабуылының куәгерлері акуланың ұзындығы шамамен 3 метр деп мәлімдеді. Жыртқыштың сыртқы келбетінің сипаттамаларына сәйкес, сарапшылар шабуылды құм акуласы немесе құм жолбарысы жасаған деп болжайды. Жергілікті балықшылар жыртқыштарға жалпы соғыс жариялау кезінде күн сайын ірі акулаларды, негізінде құмды немесе көк түсті ұстағандары туралы есеп беріп отырды. 14 шілдеде ұзындығы 2 метр 30 сантиметр болатын акуланы ұстау туралы ақпарат келеді. Оның асқазанында қорытылмаған жануарлардікіне ұқсас қалдықтар табылады. Бұлар адам денесі деп болжанды. Бұл ақ түсті жас акула еді. Балықшылар акуланың денесін дүкендердің бірінің терезесінде қызығушылық танытқандар үшін экспонат ретінде көрсетеді. Және кез келген адам аз ғана ақ төлеу арқылы каннибалдың көзіне қарай алды. Содан кейін акуланың денесі лақтырылады. Көп ұзамай баспа құралдарын айналып өткен осы жыртқыштың жалғыз суреті ғана қалады. Бұл жыртқыштың адамдардың өліміне кінәлі екендігі туралы ешқандай дәлел жоқ. Бірақ оны ұстағаннан кейін адамдарға жасалған шабуылдар тоқтады. 1916 жылғы қараңғы Нью-Джер оқиғаларынан кейін ондаған жылдар өтті. Бірақ ғалымдар мен мамандардың даулары бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Уақыт соның негізінде ғалымдардың қазіргі ұрпағы қоғамды толғандыратын сұрақтарға жауаптарды нақтылай алатын көптеген жағдайлар мен дәлелдерді өшірді. Сондықтан сол күндері адамзатқа қандай акула немесе қандай акулалар зиян әкелгенін ешкім ешқашан білмейді. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Бұл жағдайға кім кінәлі? Дер кезінде әрекет етіп шара қолданбаған адамдар ма? Немесе тоқтату мүмкін емес болған акулалар ма? Ойыңызды комментарияға жазыңыз. Видео ұнаса каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз.